Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ, нәзік, дәмді болып шығатын творожный пирог дайындаймыз. Алдымен бізге ұн, қамыр қопсытқыш, қант, сармай керек. Толық рецептісін видеоның астында қалдырамын. Алдымен ұнға қантты, қамыр қопсытқыш салып араластырып аламыз. Енді сармайымызды салып, қолымызбен үгілмелі қамыр жасаймыз. Кез келген май жарай береді. Бір келкі болғанша осылай қолымызбен араластырамыз. Дайын болды. Енді біз салмасын дайындаймыз. Бізге творог керек. Менікі домашний творог. Қант саламыз. Араластырып аламыз. Екі жұмыртқамызды саламыз. Бір келкі болғанша қасықпен араластырамыз. Енді мен 24 диаметрлі форма қолдандым. Үгілмелі қамырдың жартысын саламыз. Осылай бір келкі болып жасап аламын. Күрекшенің көмегімен. Салмасын саламыз. Творогымызды, яғни қатты баспаймыз, осылай бір келкі аламыз. Енді үгілмелі қамырымыздың қалған бөлігін салып шығамыз. Жасалу жолы өте оңай және бір жасағаннан шығады. Дайын болып қалды. Пешімізді 180 градуста қыздырып 40 минут пісіреміз. Біз пісіріп алдық. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Осы рецептпен дайындасаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.